Ассаламу алейкум баршаңызға. Бұл жерге де келіп қалдық. Бұл жердің аты Қосашы. Жалпы өте танымал жердің бірі. 1948 жылы болған оқиға. Түркменстан елінен Қиянды деген жерден, түркменше Қиянли дейді ғой, 10 қайық болып, осы біздің Маңғыстаудың жеріне келіп Ералыға келіп балық аулайды. Сезон деп айтады ғой, балық аулайды 3 ай бойы. Олар ауылдарына кететін күні, сол Ералдың бухтына шығатын кезде бухтыға Әзербайжаннан келген паром келеді. Балықшыларды білетті кетен тұрған елдеріне. Айтып түсіндіреді, осылай сендер бүгін шықпай қойың теңізге. Себебі барометр түсіп кетті дейді да бірден. Барометр түсіп кетті, ол яғни немесе жел, немесе дауылдар көтерілетін болған соң, сөйтіп түсіндіріп айтады балықшыларға. Бірақ балықшылар айтады, теңіз деген штиль ғой дейді. Штиль болған соң тыңдамайды да, 10 қайық болып теңізге шығып кетеді болар. Осы Қосашының тұсына келгенде қатты дауыл соғып, жел көтеріліп кетеді. Сонда манағы 10 қайықтың 9 қайығы жаға қарата қашады. Жаға қарата қашқаннан кейін әрине толқында накаттар өте қатты болады ғой. Осы жерге келіп қайықтың 9-ы барлығы опарылады. Соның ішінде 63 жігіт болады. 63 жігіттің барлығы қайтыс болады. Бірақ манағы 10-шы қайық бар, ол тереңге қарата қашады. Сол қайық аман қалады екен да. Сол айтайын деген оның аман қалу себебі ішінде болған адамдар айтады да, осылай мына жел мысалы мынаяқтан соғып тұр ма, батыстан немесе оңтүстіктен соғып тұр ма, батыстан соғып тұрса, олар қайықты осылай жерге қаратып қойған екен. Осылай да алдымен да алдына якорь тастаған, якорь поплавок шарып қойған, содан кейін үлкен ана не бар ғой, брус ағаш бар ғой, үлкен қайықтың алдына үлкен брус ағашты қойған, бір ағашты байлаған, сосын тартқанда жіппен тағы да бір брус ағаш қояды, үлкен брус ағаш қояды. Не үшін, не себепте? Себебіне қайық тұр ғой осылай, қайық тұр, алдында якорь тұр, былай суда, мына жерінде бір брус ағаш тұрады, сосын екінші тұрады. Толқын келіп, накатпен келіп ұрады ғой, ұрғанда ана брусқа келіп соғады, сонда толқынның күші азаяды, екінші келіп брусқа келіп соғады, брусқа келіп соққаннан кейін тағы да күші азаяды, қайыққа келеді, манағы толқында сөйтіп аман қалады. Балықшылардың айтуы бойынша сол аман қалған қайықтың ішінде осы тереңдікте тұрғанда дейді, толқынның соншалықты дейді болғаны дейді да, мана 30-40 метр тереңдегі ана бақыраштар бар ғой, бақыраштар ана қайыққа келіп лақтырып тұр дейді, 30-40 метр тереңдіктің өзінде. Сосын тағы бір оқиғада сол қайықтың ішінде бір балықшының айтуы бойынша мына түйеден дейді да, жас кетіп тұр дейді, көзінен жас. Себебі білетті да уже өлетіні осы оған соң, соны көрген балықшылар айтады да. Сосын айтайын деген қайық деген желкемді қайық, былайда шайқағасын адамға жан керек болған соң балықшылар болып айтқан, давай түйені забырт лақтырайық деп. Сонда капитан айтқан, нені лақтырмай қойық түйені, керек емес, кеттік па теңізге бірге кетеміз деген. Ойшым сол 9 қайықтың қайтыс болғанның ішінде жартысынан көбі түркмендер, одан азы қазақтар болған. 63 жігіттің барлығы осы Қосашы деген жерде мерт болады, қайтыс болады да, осы жерде батып кетеді. Қалған 10-шы қайық аман сау еліне барады. Осы айтайын деген сізге.